армысыздар әдебиет сүйер көрермен. Бүгін сізбен бізді қауыштырып отырған орта жүз тобықты арғын руынан шыққан қазақтың бір туар ұлдарының бірі, данышпан ақын, ойшыл, дана ғұламаларының бірі, қазақ әдебиетінің ірі тұлғасы Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналған әсемпаз болма әрнеге атты музыкалық шараны тамашалаңыздар. Балаңыз ұйықтаған секілді. Келіңіз, мен сізге ыстық шай әкелдім, шай ішейік. Жаным, келінжан, осы бала кішкентай немеремді тербетіп отыра бергім келеді ғой. Бір тәп-тәтті немеремді. Келіңіз, ыстық шайдан құйып берейін. Әже, жеңгем айда. Не болып қалды, тыныштық па бала? Құланай ата сізді дайнасын деп. Сәбидің атын Ибрахим деп қояды. Ибрахим? Ибрахим? Келе ғой, айналайын балам, келе ғой. Айналайын, осындай сүйінші қабат бергенің үшін ала орна. Бара ғой. Ал Кенжан, онда қамданайық. Етірақ бауырсағымды пісіріп әкеле ғой, қарағым. Жарайды апа. Онда балам тербетіп отыра берейін. Жарайды апа, мен бауырсағымды әкелейін. Ал балам, балапаным, сенің есіміңді азан шақырып ат қойып Ибрахим деп қоямыз деп жатыр аталарың. Міне апа, бауырсақтарым сайын болып қалды. Өркенің өссін қарағым. Әже, Ал қарағым. немен есімді Ибрахим деп қойған? Қарағым балам, сен өмірге келер алдында әкең түс көріпті. Түсінде ұлды боласың. Атын Ибрахим қой деп аян берген екен. Көп ұзамай өмірге сен келдің балам. Содан әкең саған азан шақырып Ибрахим деп атыңды қойды балам. Ал мен сені халқыңа пайдаң тисін деп, сыйлы болсын деп Абай деп атадым балам. Болашақ ақын ел анасы атанған Зере әжесінің аңыз ертегілерін естіп, сөзге шебер Ұлжан анасының тәрбиесін көріп өседі. 10 жасқа толғанда Семейдегі Ахмет Риза медресесінде 3 жыл оқиды. 13 жасында оны әкесі оқудан алып кетіп, ел басқару жұмысына салады. Басында барып кел, шауып келмен жүрген жас Абай аз уақыттың ішінде жуан би, ел тартысының атқа мінері болып, төбе би болып сайланады. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді, тіл орамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас, талап тұғар, көңілінің көз ашық сергек үшін.